Жастар жылы жол картасын іске асыру мақсатында ағымдағы жылы біз Астана, Алматы және Шымкент қалаларында жұмыс істейтін жастар үшін 1000-нан кем емес жалға берілетін пәтерлердің құрылысын бастаймыз. Әкімдіктермен бірлесіп осы жұмысты атқарып отырмыз. Министрлікпен нақты механизмдармен және қаржыландыру көздері бүгін белгіленді. Келесіміз жалпы бюджеттік ұйымдарының қызметкерлері үшін бағдарламаның қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін тұрғын үй сертификатын беру мәселелері жөнінде тұрғын үй заңнамасына түзетулер енгізу бойынша жұмыстар жүргізуде. Қазір ол заң жобасы мәжілісте. 7-20-25 бағдарламасына, Нұрлы жер бағдарламасына түзетулер енгізілді. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі қарыздарын бастапқы жарнасының мөлшемдемесі 30%-тен 20%-ке дейін төмендетілді. Осы шаралар тұрғын үй қолжетімділігін барынша қамтамасыз етеді деп жоспарлап отырмыз.